бойдақтарға кеңес, ұл балаға да, қыз балаға да кеңес, жүріп адамды танимын деп ойлама. Ол бірінші ереже сіз үшін. Біреуменен танысып жүріп, оны танимын деп ойлама. Екінші нәрсе, бойдақ боп жүру, шамаңыз жетіп тұрып, бойдақ боп жүру күнә. Біліп аңыз, шамаңыз жетіп, бойдақ боп жүру күнә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кім үйленуге күші жетсе үйленсін деген сөзі бар. Бұл парыз бұйрық емес, бірақ пайғамбарымыз сүннет. Тағы бір сөзі бар пайғамбарымыздың. Неке менің сүннетім, кім менің сүннетімнен теріс бұрылса, менен емес деген сөз бар. Молдекеңдердің ең әдемі оқылатын дұғасы ғой, неке қиылғанда оқылады. Құрметті бауырлар, үйленуге қаражатыңыз, денсаулығыңыз бар ма, үйленбей жүру күнә болады. Оған әрекет қылу керек. Бірақ әрекетті қалай жасаймыз?